Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Аружан. Бүгінгі видеода дәмі өте ерекше болып шығатын чебурекилардың рецептісін ұсынамын. Ол үшін бұл видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк пен комментария жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен електен өткізілген ұнымыздың ортасын осылай қасықтың көмегімен ашып шығамыз. Жылы суымызға бір қасық тұз салып араластырамыз. Ұнымызға құятын боламыз. Сұйық майымызды қосамыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Қасықтың көмегімен араластырамыз. Қасықпен осылай араластырған жеңілірек, сондықтан алдымен осылай қасықпен жақсылап араластырамыз. Содан кейін барып қолымызбен қамырымызды илейтін боламыз. Міне достар, бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр шығуы қажет. Бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Фаршымызға ұсақтап туралған пиязымызды және дәміне қарай тоз бұршын салып араластырамыз. Ең соңынан су қосамыз. Судың температурасы маңызды емес. Суды не үшін қосасын десеңіздер, бұл біздің етімізді жұмсақ қылып тұрады. Қамырымыздың астына кішкене ұн себеміз, қатты ұн салып қажет емес. Қамырымызды рулет секілді созатын боламыз. Бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Әркім әртүрлі жасағанды ұнатады. Біреуіне үлкен болғанын ұнайды, біреуіне кішкентай болғанын ұнайды. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен 2 үлкен, қалғандарын кішкентай қылып жасадым. Барлық қамырды қатты қалың қылмай, жұқа қылмай жайып шығамыз. Фаршымызды саламыз. 1 немесе 2 ас қасықтай саламыз. Қатты көп қылмай-ақ қойыңыздар, себебі фаршымыз піспей қалуы мүмкін. Жұқалап, осылай қасықпен тегістеп шығамыз. Қамырымыздың бетін міндетті түрде қатты етіп жабуымыз қажет. Себебі фарштың суы майымызға тиіп кететін болса, майымыз шашырауы мүмкін. Сондықтан осы жерде барлығын жасап алуларыңыз қажет. Ең соңынан әдемілік үшін осылай шанышқының көмегімен әдемілеп шығамыз. Оған дейін майымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майымызға чебурекиларымызды пісіріп аламыз. Жай отта асықпай піскені жақсы. Екі жағын қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Міне достар, біздің чебурекиларымыз осылай пісіп жатыр. Чебурекиларымыз піскеннен соң ыдысымызға салфеткамызды қоямыз. Содан соң чебурекиларымызды салатын боламыз. Бұл артық майды өзіне сіңіріп алатын болады. Сондықтан осылай жасаңыздар. Міне достар, біздің чебурекиларымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Дәмі де сөз жоқ керемет болып шығады. Маған және менің отбасыма да қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды. Егер де видеоны ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.